Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік мерекелер. Қазақстанда мемлекеттік мерекелер өте көп. Соның бірі Наурыз мерекесі. Наурыз бұл көктем мерекесі, шығыс жаңа жылының басы. Наурыз мерекесі 22 наурызда тойланады. Ерте замандағы Наурыз мерекесі қарсаңында адамдар үйін, оның айналасын тазалап, шаруашылығын ретке келтірген. Бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Мереке күні сәнді ұлттық киімдер киген, әр үйде дастархан жайылып, наурыз көже пісірілген. Бұл тағамды әр отбасы жаңа жылдың құт берекесі және молшылық пен ырыс молайсын деген ниетпен жасайды. Ақсақалдар дастарханға былай деп бата береді: ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын. Ұлы халқым тоқ болсын, көйлектерің көк болсын, қайғы уайым жоқ болсын, қуаныштарың көп болсын. Әумин. Жастар алты бақан маңына жиналады. Барлығы ән салып, би билеп, ұлттық ойындарға қатысады. Ер адамдар күш сынасып, ат үстінде өнерлерін көрсетеді. Жұрт ақындар айтысын тамашалайды. Бұл қазақ халқының ұлттық дәстүрінің бір көрінісі. Балалар, сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Қай ұлттық ойын сендерге ұнайды? Сен наурыз көже дайындауды анаңнан үйренесің. Бұл тағамға қосатын заттарды бірге таңдасасың. Сен ол заттарды атап бере аласың ба? Неше түрлі тағам қосады? Білмегендерің аналарынан сұрастырыңдар. Біздің елде тойланатын қандай мемлекеттік мерекелерді білесің? Мысал келтіріп дәптеріңе жаз. Өзіңе ұнайтын мерекеге арнап, құттықтау хаттың суретін сал. Осымен дүниетану сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағаныңа рахмет.